Төле би ауданындағы Алатау ауылдық округінде бастау алған бұл кәсіп 2019 жылы Геоминерал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ретінде ресми түрде құрылған, ал кешен құрылысы бұдан ертерек 2016 жылдары қолға алынған. Кәсіпкер жобаны толықтай өз қаражат есебінен бастап, бүгінде өндірісті тұрақты жолға қойған. Қазіргі таңда кәсіпорын негізгі бағыт ретінде табиғи таза ауыз су өндірумен айналысады. Тереңдігі 300 метр болатын ұңғымадан алынатын су заманауи технологиялар арқылы өңделіп, арнайы бөтелкелерге құйылады. Ресейден жеткізілген су тазарту құрылғылары арқылы су 8 кезеңнен өтіп, толықтай сүзгіден өткізіледі. Міне құрметті көрермендер, біз өндіріс орнының бел ортасындамыз. Менің жанымда офис менеджері Назгүл Жандарова ханым. Жалпы енді бұл Геоминерал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қалай құрылды? Жалпы бұл идея қалай туындады? Сол жайында айтып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Бізде 2016 жылы бірінші ТО ашылды, жалпы құрылыс басталды. 2019 жылдан бастап бізде өндіріс бастадық қой біз. Өз қаражаттарына мемлекеттен қолдау алған жоқ. Енді жалпы біз енді кеңейсек деп жатырық қой болашақта. Соған байланысты біз енді үкіметтен, мемлекеттен көмек сұрайтын боламыз. Әзірге біз өз қаражатымызға енді шама-шарық дегенше су шығарып жатырмыз. Төле би ауданын таңдаған себебі табиғаты, суының тазалығына байланысты 300 метрлік тереңдікте су өндіріп шығарып жатырмыз. Ол 8 фильтрден өтеді бізде тазаланудан. Өздеріңіз көріп шыққандай мойкадан баклашкілер жуылып, мына жақта құйылып жатыр су. Жалпы 8 фильтрден өтеді ғой суымыз. Яғни ол 8 фильтрдің ерекшелігі неде? Ерекшелігі біз енді тазалыққа, енді бұл ішетін су болған екен, қолданысқа арналған. Жалпы барынша тазалық, енді жоғарғы деңгейден Россиядан алдырамыз фильтрлерімізді. Әрқайсысы біреу майда, біреу ірі деген этап-этаппен да, енді ол уже бөлек әңгіме ғой бізде. Үлкен тазалықпен немен өткізіп шығарамыз. Суды құю және дайын өнімге айналдыру процесі толық автоматтандырылған жүйе арқылы жүзеге асады. Қытайлық технологиямен жабдықталған құрылғылар үздіксіз режимде жұмыс істейді. Атап айтқанда бөтелкелерді жуу, тазарту, су құю, қақпақтарын бекіту және дайын өнімге сауда белгісін жапсыру жұмыстары бір желіде іске асады. Кәсіпорын Гидролайф сауда белгісімен өнім шығарады. Бұл бренд көршілес Өзбекстан Республикасында атаумен байланысты. Яғни сол өнімнің Қазақстандағы филиалы ретінде жұмыс істейді. Айта кету керек, Өзбекстандағы зауыт әртүрлі көлемдегі бөтелкелер шығаратын болса, мұнда әзірге 5 және